сұмдық хабар. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматы облысының тұрғыны 12 жастағы қызын 70-ті алқымдаған қария зорлағанын айтып шағымданды. Ол осы мәселені көтеріп, астарлы ақиқат бағдарламасына жүгінген, деп хабарлайды Массагет газеті тілшісі. Алматы облысы Шонжы ауылының тұрғыны Айгүл Нағымдиева кенже қызын 73 жастағы көршісі қорлады деп дабыл қақты. Әйелдің сөзінше, зейнеткер жасөспірімді арбауына түсіріп, арам ойын іске асырған. Сондай-ақ әйел қызы бірнеше рет азғындықтың құрбаны болғанын мәлімдеді. Алматылық бұл жайтты алғаш қызының мұғалімдерінен естігенін жеткізді. Қазір күдікке ілінген зейнеткер тергеу изоляторында отыр. Ал күдіктінің ұлы әкесі кінәлі екеніне сенбейді. Бірақ тергеу әділ аяқталуы керек деп есептейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.